Халқымызда ас атасы нан деген жақсы сөз бар, яғни астың үлкені нан деп қастерлеген. Адам кез келген тамақты 2-3 күннен артық жесе, ол қанша нәрлі, дәмді болса да, сол тамақтан жалға бастайды. Бірақ адам баласы өмір бойы наннан ешқашан жалықпаған. Қазірде көптеген мамандар, соның ішінде диетологтар, ақ нанды жемеуге кеңес береді. Себебі ақ нан адам ағзасы үшін қауіпті. Ал осы нанды бір ай тұтынбасақ, ағзамызда қандай өзгерістердің орын алатынын білесіз бе? Ал ақ ұнда пайдалы заттардың шамамен 30% ғана сақталады. Олар 2 аптадан кейін белсенділігін тоқтатады. Күнделікті өмірде көпшілігіміз ең жоғарғы сортты ақ ұнды пайдаланамыз. Ал ұндардың сыртында сақталу мерзімі 12 ай деп көрсетілген. Қазіргі уақытта бидай үлкен көлемде өсіріледі. Көп және тезірек өнімді алу үшін түрлі пестицидтермен себіледі. Ал кеміргіштер және саңырауқұлақтардан арылу үшін әртүрлі химиялық құралдармен өңделеді. Адам баласы қандай да бір ұн өнімдерін тамаққа пайдаланса, бұл оның терісіне әсер ететіні сөзсіз. Тері бөртпелері көбінесе нандағы глютенге реакцияның нәтижесі болып табылады. Глютен іш жүзінде денеден шығарылмайды және ішектің қабырғаларына қонып, оның бүршіктерін зақымдайды екен. Ал бұл бұзылыстар уақыт өте келе заттардың сіңірілу функциясында бұзады екен. Сондықтан косметологқа қайта-қайта бара бермес үшін, теріңіздің саулығы үшін ақ нанды жемеуге кеңес береміз. Егер бір ай бойы ақ ұннан жасалған өнімдерді тұтынудан бас тартсаңыз, теріңіздің жасарып, балғынданғанын байқайсыз. Ақ ұнның құрамында қажетті дәрумендер жоқ. Ал құрамында қажетті дәрумендер жоқ мұндай тағамды қабылдау арқылы біздің денеміз балғындық пен жастықты сақтай алмайды. Сондықтан ақ ұннан жасалған тағамдарды ұнататындар әдетте жасынан үлкен көрінеді. Тәтті нанды жеген кезде ағзаңызға инсулин гормоны бөлінеді. Сіз нанның бір бөлігін жедіңіз, сол кезде қан деңгейіңіз күрт көтерілді. Бірақ содан кейін тез төмендеді. Енді сіз күш-қуаттың жоғарылауын сезіну үшін қайтадан тез көмірсуларды жегіңіз келеді. Қандағы қан деңгейінің бұл көтерілуі тіпті қан диабетіне әкелуі мүмкін. Нан жемеуді бастаған кезде сіздің денеңізде әлсіздік сезімі пайда болуы мүмкін. Сіздің көңіл-күйіңіз бірден төмен түсіп, өзіңізді әлсіз, шаршаңқы сезінуіңіз мүмкін. Бірақ бұл бастапқы кезде болатын ғана жағдай. Кейін нан жемеуге ағзаңыз үйрене бастаған кезде сіздің көңіл-күйіңіз тұрақталады. Қандағы қан деңгейі де қалыпты деңгейге түседі. Нанды күнделікті рационнан алып тастаған кезде адамдардың 70%-дан астамы алғашқы 2 апта ішінде салмағын жоғалта бастайды. Ақ нан әйелдерде жүрек тамыр ауруларының даму қаупін 2 есе жоғарылатады екен. Батон, багет сынды нандарда ағзаға сондай қажетті В тобының Е және Р дәрумендері жоқ. Сондай-ақ обырдан қорғайтын селен де аз кездеседі екен. Күнделікті бірнеше тілім ақ нанды тұтынатын адамдар басқаларға қарағанда бүйрек обырына шалдығу қаупі көбірек екен. Бұған нан пісіруде қолданылатын ашытқы өз әсерін береді. Ашытқы ағзаның табиғи микрофлорасын бұзып, бактериялардың дамуына көмектеседі. Ақ нанның әр тілімін жеген сайын сіз бауыр, асқазан, ас қорыту жүйесіне зақым келтіріп жатқаныңызды ұмытпаңыз. Қорытындылай келе, ақ нанды шамадан көп тұтынсақ, әрине ағзамызға зиянын тигізеді. Бірақ күнделікті өмірде 1-2 тілім жеп тұруға да болады. Себебі ағзамыз оны талап етеді. Дегенмен нанды жеу-жемеу әркімнің өз шешімі. Қазірде нанның түрі көп. Соның ішінен ең пайдалысын таңдап алып, күнделікті өмірде қолдансаңыз да болады.